Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, сіздермен бүгін мен Clash.kz арнасы және де жақын арада, яғни 5-4 күн бұрын біз Супер Кига чекіміз, яғни Қазақстан кландар арасында турнир ұйымдастырған болатымыз. Және де 16 клан заявка жіберіп, бірақ бір клан, яғни Топ Урал кланы техникалық қауіпқа байланысты ол клан исключение алған болатын. Және де 15 клан қалды, сын группа жазған болатын, бір орын бар деп, бірақ ешкім жіберген жоқ. Сын кеше, яғни сағат түнгі 12:00-де біз барлығымыз, яғни 15 клан кім-кіммен түседі, 5 яғни түседі, сомен кездесетін болған болатын. Бір қуаныштысы 15 кланнан 12 клан түсті, ал 3 клан левый кландарға түсіп қалды, яғни 3 клан Мега Empire KZ кланы өзімнің, және де ағайын сосын 50 қазақ батыры. Бұл өте өкінішті, бірақ соның ішінен көбісі сұрақтар қояды, кім өтеді деп. Және де егер очко кімде көп болса, 2 клан келесі айналымға өтеді, бір клан шығады турнирдан. Және де қазір мен сіздерге кімді мен түскен айтпай қойын, қызсыз болып қалар, сондықтан қазір мен сіздерге кланнан шығып, әр кланға қазір баратын боламын, турнирге қатысатын. Және де бірінші кезекте Казак деген кланға кіріп қабылдайды деп ойлаймын, яғни мені танып организатор екенімді біліп. Сондықтан қазір әр кланға 1 минуттан барып тұрам, мені қабылдады, сосын қабылдады Пекка деген жігіт. Енді қарайтын болсақ, Казак және Қазақстан 2015 кланымен көртуандарыңыздай 8 тықы 9 және де 7 тықы 8. Содан кейін бұлда көріп тұрғандарыңыздай, бұлда Қазақстан 2015-ке бармай қойын деп шештім. Осы кланға бара салайын дедім. Және де көріп тұрғандарыңыздай Қазақстан 2015 барлығы қазақтар, яғни турнирге қатысатын қазақтар, вестері бірге болғаннан кейін бірге болады. Шапқылан оқитын болсақ, осылай. В общем, не жазды. Енді біз келесі кланға барайық. 1 минуттың осылай обзорлар болады, яғни кім-кіммен шыққаны болу үшін, себебі сіздерге хабардар болу үшін. Енді келесі кезек Master Steam KZ кланына баратын боламыз. Оларда турнирге қатысатын клан. Неге көп қабылдамай жатыр, білмеймін. Сондықтан қазір біз күтетін боламыз. Яғни сосын мені қабылдады Master Steam KZ кланы. Көртіңізде бұнда Master Steam KZ және Қонырат деген клан. Білесіздер, Қонырат деген орта жүздің руы. Және де көртіңізде осындай кландар кездескен болатын. Мысалы көртіңізде тоже сондай состав, барлығы керемет, бір-бірмен кездесті. Бұл деген өте керемет, әрине. Сосын енді кім жеңеді, сол өтеді, кім жеңіледі турнирдан шығады. Яғни айтқанда, пусть победит сильнейший, ең мықты ғана жеңсін. Және де сосын мысалы жеңіліп қалса, жеңіліп қалғаннан кейін боқтайтын кландар да бар. Мысалы жалпы жазып енді Қазақстан деген кланға барайық, боқтап жазатын кландар да бар. Яғни сосын мен оларға Адольф Гитлердің сөзін айтып келеді: главный не победа, главное участие дейді. Солайша солай. Сосын енді Варлокқа келетін болсақ, Қазақстан Алайфа деген кланмен 10-шы уровендік клан. Енді бұл КВ Жанки КВ болай деп тұр. Себебі 2 кланда оңай противниктер емес. Көрсеңіздер, Алайфада 149 победа, ал Қазақстанда 188. Екеуі де мықты, опыты бар қазақстандық кландар. Және де осы Алайфаның кланның главасы Батырға үлкен рахметімді айтқым келеді. Және де мұнда Шыңғысхан, Жасуан, Мустигил Елдар деген бала, Нұрғали деген балаларға рахметімді айтқым келіп отыр. Және де осылайша 1 минуттен видео түсірдік. 3 кланға бардық: Master Steam KZ, Казак және Қазақстан. Және де қазір біз кландарға баратын боламыз. Сәттілік тілеймін бүкіл кландарға, өте мықты. Және де енді келесі клан Братство Сталиге баратын боламыз.
Бunda da қабылдады уже братство Стали. Көріп тұрғаныңызда бұнда уже братство Стали қарсылас қазақ прайд деген кланмен. Ол деген өте керемет, тоже сондай состав. Көріп тұрғаныңыздай братство Сталида 170 победа, ал қазақ прайдта 94 победа. Екеуі де екі простой клан емес, тоже атақты кландар деуге де болады, мықты кландардың қатарлары. Сондықтан барлық кландарға сәттілік тілеймін. Енді соңғы ғана клан қалды. Соңғы клан қазір біз Кас кланына баратын боламыз. Міне приглашение қойып қойды. Және де достар, сіздерге айтарым, X-мод немесе шпион жіберіп палит етіліп қалсаңыздар, турнирден автоматтық түрде ұшасыздар достар. Бұл ескерту, яғни сондықтан шпион жібермеңіздер. Егер сіздерге кланға біреу келіп тұрса, сразу нестеңіздер, отказ беріңіздер. Және де көріп тұрғандарыңыздай Кас кланы қабылдады. Бұл деген өте керемет. Және де көріп тұрғандарыңыздай барлық көретін болса, Кас клан против Арыс Сити кланына. Бұл деген әрине өте керемет, тоже екі қазақстандық кланның соғысуы. Және де көріп тұрғандарыңыздай желаем клану Арыс Сити удачи. Кас клан осылай, егер турнир атсаңыздар, шапкаңыз жас қойылып болады, противникке көмек ретінде, қолдау ретінде, сондай сияқты солай. В общем, сол енді мен өздерге тағы да қалған екі кланды көрсете алмай отырмын. Олары Казак KZ және Семей Fighters кланы. Ол екеуі закрытый, қазіргі уақытта мен кіре алмаймын. Сондықтан сол каналға тіркелеміз, репіш жасаймыз. Және де біздің суперкика екеуміздің ойымыз қазақ клэшін дамыту. Қазақ клэшіне үлес қосыңыздар достар. Және де суперкикашының каналына да жазыңыздар, және де менің каналыма жазыңыздар. Лайк басып, арнаға тіркелеміз. Амандықта кездескенше, келесі видеода кездескенше достар.